Все, запись кетті ма? Ал давай онда запись кетті, бастайық. Жақсы ма? Түгеліміз. Аха, бәрімізге даусымыз естіліп тұр ғой, я? Енді мынадай есептер. Аха. Қосылып айтып отырсақ болады. Мынадай есептер берілген дейді. Темір 3 оксиді. Значит, ол не деген сөз? Темір оксиді, бірақ мынау 3 деген, мынау 3 валентті, яғни плюс 3 зарядты деген сөз. Оттекке бара ма? Оттек всегда әрқашан? -2. Аха, 3 мында, 2 мында ауысады. Одан кейін толық тотықсыздандыру үшін қажет сутегінің мөлшері. Жалпы тотықсыздандыру үшін сутек қосатынын білу керек. Тотықтыру дегенде оттек қосады ғой, тура солай. Тотықсыздандыру үшін сутек қосады. Яғни орын басу реакциясы. Бұл жерде қызығы алдында тұрса, ол темірдің орнын басар еді, артында тұрса да темірдің орнын басатын былай. Яғни темірдің орнына кім тұрады? Сутек. Оның қасындағы оттек кімге барады? Осы сутекке барады. Плюс темір шығады. Енді мына жерде сразу H2O деп жазып кетіп жатыр, өйткені сутек пен оттек тұрса осылай жазылатын болғасын. Өйткені мынау -2 зарядты, мынау плюс 1 зарядты. Енді мында темір қанша? 2. Нені теңестіріп алайық? Оттекте, я? Мында оттек қанша? 6. 3. Ал мына жақта біреу, сондықтан не істейміз? Алдына 3 қоямыз. Өйткені мына жерге қоя алмаймыз ғой 3 деп. Сондықтан осы екеуінің алдына неше қоямын? 3 қоямын. Қосылып айтып отырайық. 3 пен 2-ні көбейтсек 6 болу үшін мына сутектің алдына неше қоям? 3 қойыңыздар, 3 қоям. Оттек 3, темір мында 2. Мында 2 болу үшін алдына қоямыз. Міне, реакция теңесті. Енді 16 грамм темір оксиді дейді. Темір оксидіміз мұнау. Дәл осының үстіне не деп жазамыз? 16 грамм қоям. Қажет нені деп тұр? Емерін алу керек. Сутекті X деп тұр. Мөлшері десе, оның несін табу керек? Зат мөлшерін? Молін табу керек. Молін табу керек. Мен мынадай нәрсе айтқанмын. Егер төбесіне масса берілсе, яғни грамм или килограмм берілсе, астына не жазамыз? Емер жазамыз. Егер төбесіне моль берілсе, астына не жазамыз? Коэффициент жазамыз. Ал егер төбесіне көлем берілсе, астына не жазамыз? 22,4. ВМ немесе бұны 22-де 4 деп атайды. ВМ сол шамаға тең. Яғни тұрақты шамаға. Енді 16 грамм мынаның астына емерін жазу керек. Емер таба аламыз ба? Темір 2O3. Егер таба алмасақ, периодтық кестеге қараңыздар. Темір деген элементті 26-шы. Тауып аламыз, астын қараймыз. 56 болады, апа. 56 көбейтілген мына жердегі 2 қосылған оттек 16 көбейтілген 3. Мына екеу 48, мына екеу 112. 48-ге 112 қоссаң 160, я? 160 болғаны мынау. X моль десе алдына не аламыз мынаның? Қажет сутектің деген екен ғой, жандарым. Сутек болса бізде қайсы ол керек? H2. H2 емер ма? Мен мынаны жазған емес. Қажет сутек десе су тауып жатырмын ғой. 1 көбейту 2 қосу 16. Сутек десе қажет сутектің үстіне X моль дейміз. Астына не аламыз? Коэффициент қанша? 3 аламыз.
3 аласың. X табу үшін 3-ті көбейтесің 16-ға, бөлесің 160-ға. 0,3, я? 0,3 моль болады, я? Я, 0,3 моль болады. Не үшін 0,3 деп сразу есептедім? Нағара, 160 пен ұқсастықты қара 16, 1 0 екем. Ал енді, мына жерде 3 болса, 3-тен алдыға 1 жылжиды. 3-тің алдына жылжиды. Значит, алдына 0 қойып жібересің. Түсіндік па? Апай, мен скринде балайын, я? Ау? Скринде баласайын, я? Я, 160 ет, мына жерде түрі бар сияқты, тұра тұрыңдар. Скринде баларсыңдар, записте бар ғой? Я, болды, апай. Ал енді, все. Түсіндік қой, я? Сұрақ бар ма бұл жерде? Ау? Жоқ. Түсіндік па, точно? Я. Түсіндік, ары қарай. Келесі, 2 моль не берілген? Күкіртсутек. Күкіртсутек деген не? Ашекес ба? Ашекес, я, күкіртсутек деп атайды соны. Осы күкіртсутек және күкірт 4 оксиді. Күкірт 4 оксиді деген не? 4 валентті деген. Я, яғни мынау -2, мынау +4 болса, мынаның 2-сі мұнда түседі. Немесе екеуі қысқарады да, тек 2 қалады да, 2 түседі. Немесе былай да істеуге болады. Ортақ бөлім 4, 4-ті 2-ке бөлсең 2, 4-4-ке бөлсең 1 деп. Қалай удобно, өздерің білесіңдер, я? Енді күкірт оксиді әрекеттескенде түзілетін күкірттің массасы. Күкіртсутек және күкірт оксиді әрекеттескенде түзілетін күкірттің массасы. Оттек қосамыз ба, апай? Я, әрине. Күкіртсутек және, не деп тұр? 2 моль күкіртсутек, күкірт оксиді әрекеттескенде түзілетін күкірттің массасы. Екеуін әрекеттестір деп тұрған жоқ па, я? Я. Мына жақта айқайлап сөйледі ғой біздің үйдегілер. Күкіртсутек және күкірт оксиді әрекеттескенде осы екеуін әрекеттестіріп тұр екен ғой, я? Түзілетін күкірттің дейді. Күкірт және H2O бөлінеді. Мен араларын ашық қылып жаздым, ештеңе етпей ма? Жоқ. Я, мынау екеуі әрекеттесіп, мына 2 зат түзіліп тұр. Енді бірден біз не істеу керекпіз? Реакцияны теңестіру керекпіз. Бұны, мысалға, тотығу тотықстану реакциясымен де теңестіруге болады. -2, мысалға, мына жерден жаңағымды өшіре қойайын, түсінікті болу үшін. +4, я, мысалға, мынау +4. Енді не болып тұр? Күкірт -2-ден күкірт нешеге өзгерек? +4-ке. 0-ге, теңдіктің мына жағы. Теңдіктің мына жағында күкірт жалғыз өзі тұрса, оның заряды 0 деген сөз. Тотығу тотықстану сияқты. Енді одан кейін тағы не өзгерек? Күкірт +4-ден күкірт 0-ге өзгереді, я? Енді не істейміз? 0-ден не істегенде -2? 2 қосқанда. Алғанда деп, 0-ден 2 алсам, не -2 шығады. 0-ге не істегенде 4 шығады? 4 шыққан кезде. -4 па? +4. 0-ге 4 қоссаң 4 шығады. Қысқартпасақ та болады, апай, Ау? Қысқартсақ та, мына жағына 2. 4 пен бірінші 2-ні былай жазылайық. 4 жоғарыға, 2 төменге, ол қысқарады. 2-ден 1. Значит, біз екеуінде де 0 бар.
қайсы тұсқа 2 қоямыз? Минус Мына 2 S-тің алдына. Мынаның алдына 2 қоямыз. Түсіндік па? Иә. Енді мына жерде 2, мынаумен 3, значит күкірттің алдына біз 3 қоямыз. Сутектің алдына 2 қоямыз. Реакция теңесті ма? Оттек 2, сутек 4. Қалай 3 қойдыңыздар? Я, ау? 930-дан момент шықты ғой. Қалай қойдыңыздар баяна 3-ті? Ау? Қалай қойдыңыздар баяшты? 3-ті қалай қойдық? Өткені мына жақта біз мынаның 2-ні 1-ді қайдан қоятынымызды бірінші біліп алайық. S0 болғасын мына жағына біз қарамаймыз. Бірден 2 өзгеріп тұрған жаққа қараймыз. Яғни минус 2 және плюс 4. Плюс 4 жақта бізде 1 болады, яғни қойылмайды. Минус 2 жақта неше қойылу керек деген сөз? 2 қойылу керек. Енді минус 2 тұрған жаққа біз 2-ні қойдық. Осыны мына 2 күкірт бар емес па? Енді мынаумен 3 күкірт. Яғни сол жақта 3 күкірт болғандықтан біз оң жаққа күкірт 1 болғасын 3 қойдық алдына. Иә. Түсіндік па енді? Иә. Аха. Енді 2 моль күкірт сутек дейді. Төбесіне 2 моль жазамыз. 128 күкірт оксиді. Мына күкірт оксиді 128 грамм. Әрекеттескенде түзілген күкірттің массасы X. Енді біз 2 зат берілсе, оның қайсысымен шығару керекпіз X-ті? Қайсысымен шығару керекпіз? Мына жақта біріншінің, мысалға, Молдан бітімейсі? Ау? Мынау 2 моль, екінші зат мөлшері SO2-нікі қанша? 128, мынаны 32, мына 32, 64 мынаның емері. 128-ді 64-ке бөлсең 2, я ол да? Дұрыс па? Иә. Аха. Енді бізге қайсымен шығарсақ та бәрі бір ғой. Апай. Апай, былай болмаймын. Ашекелістің несі, астына 2 түспей ма, иә? Я. Міне, өткені моль берілгендіктен астына 2 моль аламыз. Мұнаны да молін таба салсақ болады. Мынаның астына не аламыз ол кезде? X моль табатын болсақ. 32. Нені аламыз? Алдында коэффициентті аламыз. Коэффициентін аламыз? Я, 3 аламыз ол кезде. Моль екен ғой. Түсініксіз болмасын, мынаны бөлек қойып қойын. Енді X табу үшін не істейміз? 3-ті 2-ге көбейтеміз, 2-ге бөлеміз. Неше? Қайтадан 3 шығады, иә? 3 моль. Ал енді массаның формуласы қандай? Зат мөлшерін эмерге көбейтеміз. Яғни 3 мольді S күкірттің эмері қанша? 32. 3-ті 32-ке көбейтсек 96 грамм. Жауап. Кімде қандай сұрақ бар? Немесе сразу X грамм деп тапсаңыз болады, проблема жоқ. Ол кезде 3 көбейтілген, сразу не деп аласың? 32 дейсің. Сосын 2-ке көбейтіп, 2-ке бөлесің. Егер мынаны не істесек, граммның астына не алатын едік? Ау, адам бар ма мына жерде өзі? Апай, мен түсінуге болатын ба ше? Дауысың естілмей жатыр. Мен ба? Иә. Короче, жаңа күкірт оксидін 128-64-ке бөлдік, иә? Иә. Ал күкірт сутекті 2-ні 2-ге бөлеміз ғой, иә? Жоқ, күкірт сутекте 2 моль деп онсыз да беріліп тұр, сондықтан 2 молімен аламыз. Ал екіншісінде мольді табу үшін массаны эмерге бөлдің. Значит, 128-ді бөлдің сен 64-ке. Сол кезде 2 шықты. Мұнауда 2 моль, мұнауда 2 моль, бізде разница жоқ. Біз алғашқысымен ала береміз есепті.
Сөйтші әйтпесе. Апай, Ау. Я айта бер. мен сізден сұрайын дегенім, осы мольмен есепті қалай шығарады? Мен мүлдем түсінбеймін мольмен есеп шығарғанды. Тоже массамен есеп шығарған сияқты ма? Я. Мен мына жерде, проблема жоқ, мен мына жерде мынаны не істейін? Өшіре тұрайын. Астыңғы жақтан. Мынаны түсіндік қой главный, иә? Иә. Аха, осыны өшіре тұрайын. Өйткені бұл шатастырмау үшін. Сол мольмен қайтадан тағы бір рет ерінбей түсіндіріп жіберейін. Басқаларыңыз да тыңдаңыздар. Я осы жерін өшіріп жатырмын. Қараңыз, мына жерде мынау тағы кім шығып кетті? Аяжан ғой сеткімей тұр дейді. Жақсы. Екі моль. Мынаны қараңыз. Мен бағана айттым ғой. Моль берілсе, астына коэффициент аламыз. Масса берілсе, масса сұраса немесе астына не аламыз? Эмер аламыз. Көлем берілсе, астына 22-де 4 аламыз деп айттым ғой, иә? Иә. Тура сондай. Мына жерде екі зат берілсе, екеуінің де молін табамыз. Мынау 2 моль, онсыз да берілген, бұны таппаймын. Екіншісін табам, дұрыс па? 128-ді 64-ке бөлдім. Сол кезде бізде 2 моль шықты. Енді қараңыз. Қайсысы аз, сонымен шығару керек. Бұл жерде екеуі де 2 моль болса, ешқайсысы аз емес қой, дұрыс па? Иә. Сондықтан 2 мольмен шығара береміз бастапқы. Моль беріліп тұр, астына не аламыз? 2, мына алдында тұрған коэффициентті аламыз. X грамм сұралып тұр, мына жерде күкірттің не? Күкірттің несін сұрап тұр екен? Массасын. X грамм сұрап тұр, күкіртті. 3 көбейтілген, бұл астына не алу керек мына жерде тұр? Не алу керек? Эмерін. Эмерін. Я, 32 күкірттің эмерін қараңыз. Сол кезде ол 32 деп жазылып тұр. Дұрыс па? Иә. Я. Енді X-ті табу үшін X-ке қарама-қарсы 2-ге бөлесін, дұрыс па? 2 көбейтілген, 3 көбейтілген, 32-ге көбейтеміз. Яғни мына екеуін 2-ге көбейтіп, 2-ге бөлдік. Мынау мен мынау қысқарат, 3 пен 32-ні көбейтсең, 96. Түсіндік па? Иә. Я. Проблема жоқ. Моль астына коэффициент алдық. Мынау грамм астына эмерін алдық. Нені алдық? Мынау грамм сұрап тұр, сондықтан оған эмерін аламыз. Бірақ эмер алған кезде алдында коэффициентті міндетті түрде не істейміз? Ұмытпаймыз. Әрі қарай. Я? Сақтат қой келесі. Енді мына жерде бірнеше есеп тұр. Біріншісін шығарып көрейік. Жауап қате болуы да мүмкін осы жерде ше. Апай, менікі қате шықты. Кеше шығарып көрген бір жерден. Жоқ, мына жауабы қате болуы мүмкін. Мына жауап ше. Сол басқа шықты. Қазір көрейік. 7,12 грамм магний оксиді тұз қышқылымен әрекеттескен. Түзілген тұздың массасын сұрап тұр. Енді қарайық. Мына жерге жазам. Магнийдің несі? Оксиді. Қосылған тұз қышқылы деген қалай? Ашқылор. Ашқылор. Тең қалай шығады реакция? Магний хлор алмас деді. Магний хлориді плюс H2O. Мына жерде қандай қате бар? H-хлордың ана 2 қоямыз. Магний хлордың қасына 2 қоймай ма? Я, сөйтеді. H-хлордың altına 2 қояды. 7,12 грамм магний оксиді
Ол 7,2. Апай мен есеп шығарған едім. Мәселе есіме түсті. Да. Енді түзілген тұзы қайсы? Тұз ба, магний хлор? Иә, магний хлор ғой. Оның несін сұрап тұр? Массасын. Массасы. Значит, x грамм. Грамм ғой. Иә. Екеуінде грамм беріліп тұр, не жазам астына? Мр. Әмерін жазып. Айбай, 95 грамм. 95 грамм. 24, мынау 16. 24-ке 95. қаяқтан? 40 болады. Соны айтам. Аналар қалай шығарып жатыр? 45 па? Мәссаған. 40. 40, иә. 24, Аяқталып жатқанда Айсұлу болсын. 16. 40. Мына жерде 24, мынау 95. Соны айтасың ба 95 деп? 95. Иә. Не істейміз? Пропорция болады. 7-2-ге көбейтеміз 95-ті. 95-ке көбейтеміз, 40-қа бөлеміз. Неше шығады? Апай 17,1. 17,1. Сол дұрыс жауап, мынау дұрыс жауабы. Аха. Өсіп тастай берейін ба? Иә. Иә. Аха, давай. Келесіге кетейік. Келесі, екінші есеп. 14 грамм темір. Темір деген? Мынадай ғой? Иә. Қышқылың мен күкірт қышқылы деген? H2O4. Реакция нәтижесінде түзілген тұздың массасы. Тұз не тұз? Серум С4. Берум С4. H2 бөлек шығады апай, иә? Да, H2 бөлек шығады. Енді не деп тұр? 14 грамм дейді. Темірдің үстіне 14 грамм қоям. И нәтижесінде не бөлінеді? Тұздың массасы дейді. Тұз қайсы? Серум С4. Және сутектің көлемі. Көлемі десе? Литр. Көлем табылады. X литр. Енді қара, мынауын грамм беріліп тұрасына не алам? Мр. 56. Мынаның массасын мр'ін табындар. Мына литр дегенге не алам? 22,4. X литрді табайық бірінші. X литр қарама қарсы не ол мынау тұрған? Пропорция қазапай. Иә, 22-де 4-ті көбейтесің. 14-ке бөлесің. 56-ға. Көбейт бөл. 5,16 емес па? Қанша? 24 қалады, сонда 22,6. Апай. Иә, 5,16. 5,16. Жарайды. 5 Литр. Литр. Ал енді X граммды табайық. X граммды табу үшін. Нау қанша? 56 қосылған 32 қосылған 32. Даже 56 қосылған. Қазапай. 56 қосылған. 152. Молодец. 152 ал. 152 не істеймін? 14-ке көбейтіп. 56-ға бөлем. Қанша шығады? 38. Қазапай. 38 апай. 38 шығады. Ол шықты, көрдіңіз ба? Үшінші есеп шығарамыз ба? Иә. Молекін ғой апай осын сары. Иә, не дейсің? Апай. Иә. Сонда пропорциямен тапқан кезде теңдеудің ар жақ бетіндегі теңдікке қарап табамыз ба? Айсұлу мынандай ғой. Мынандай. Бірінші көбейтіп одекін бөлесің ғой. Мына жерде 14-пен мысалы 152-ні көбейтіп 56-ға бөлесің. Ғой. Просто айтып айтқаным ше, жаңа біз мен ойлағам сутектің несімен табам екен деп. Сутек тауып алғаннан кейін там сутекті арқылы тапса қалай болады екен деп тұр ғой. Давай қалай. Мына жерге 5,10 дұрыс екен ғой. Мына жерге 5,6 қойды. Тауып көр, 152-ні 5,16-ты көбейт, 22-де 4-ке бөл. 38 шығады ғой.
Шыға ма? Иә, апай. Разница жоқ қой. Айсұлу. У вас күшті. Теңдеудің ар жағында тұрса да, қасында тұрса да ма? Иә, разница жоқ. Пропорция болғаннан кейін. Жақсы. Бірақ енді удобно ғой, беріліп тұрған затпен шығара берген. Иә. Өшірем? Иә. Удалить. Апай, мысалы, Үшінші есеп. Давай тездетейік. Үшінші есеп 5 минут қалды. иә. 2 моль мыс нитратын алу үшін қажетті. Уже мыс нитратын шығып тұр. Мыс NO 3-ді. Еще сыртында X бар да? Иә. Мыс оксидімен не қосылады? Азот қышқылы. Ол қалай жазылады? H3. Иә, H2O. тағы. H2O. Давай теңестір. H-тың алдына 2 қоямыз. H3-тың алдына 2 қоямыз. Болды ма? Үш қой ма? Болды ма? Апай, теңесіп тұр ғой. Оттек жоқ. Купромоксидың алдына бірден қоймай ма? Жоқ, теңесіп тұр ғой. Купруммен екеу. Бәрі оттек аз қойыпты. Болдыңдар ма? Жоқ, тең. Ойбай. Алға айтқандай. 0,2 моль мыс нитраты. Мынау, иә? Мыс нитраты үстіне 0,2 моль. А потом нені табу керек? Екеуін табу керек, иә, екеуін? Иә. Осы екеуін табу керек. Табыңдар ал. Мынау қанша? 70% деген 70% ол есепке Отамыз ғой, апай. 64-ке 16 қоссаң, 80 ба? 80 шығады. Вот, мына жер 80 екен. Тауып аласақ осымен. А мынау моль берілсе астына бір аламыз, иә? Коэффициентте жоқ қой ешқандай. Иә. Ал тағы не істейсің? 0,2-ні 80-ге бөлем. Иә, бірге бөлесің. Қанша? 16, апай. 16. Иә. 16 шықты. Болды. Енді екінші азот қышқылы 2 көбейтілген мынау қанша емері? 63. 63, тамаша. Не істейміз? 2 көбейтілген 63-ті X табайық. 16-ға бөлеміз. 2 көбейтілген 63-ті көбейтеміз 0,2-ге мынаумен шығармаймыз ба? Бөлеміз бірге. Бөлесің бірге. Давай неше шығар? 2 көбейту 63. Көбейтілген 0,2. 25-те 2. 25-те 2 шығады. Енді осы 25-те 2 ол 70% дейді. Осының 70% болса, сен неше процент табу керексің? 100%. 100-ді табасың, давай тап. Не істейсің? 25-те 100-ге көбейтеміз. 70-ге бөл қанша шығады? 36. Все, жауап шықты ма? Иә. Өздерің шығардыңдар ма? Мен несіне шақырып отырсыңдар десең, иә? 1 минут 56 секунд қалды. Давай, 4-ші есепке үлгереміз ба? Үлгергеніміз. Давай, Үлгергеніміз. удалить все. 4-ші есеп. Если үлгермей жатса, қайттан қоса саламыз, да? Ас содасы деген не? Мына ғой натрий гидрокарбонаты еще жазып қойыпты. Натрий HCO3 дейді, иә. Натрий карбонатын ыдырайды дейді. Натрий карбонатынан да натрий 2SO3-ке ыдырайды дейді. Ыдырайды деген сөз, мынадан нан алады деген. Иә. И натрий карбонатыны қанша түзіледі деп сұрап тұр, иә. Енді бұл жерде не шығады? SO2 и плюс H2O шығады. Давай теңестіреміз. Натрийдің алдына 2 қоямыз, иә? Мынаның ба? Иә. 2 натрий, 2 сутек, потом 2 көміртек и 6 оттек. Теңестір ма? Иә. Болды онда. 25-те 2 гидрокарбонат болса, қайсы ол? Біріншісі. 25
2. Я не айтып тұр, соның үстіне жазамыз, иә? И натрий карбонаты қанша түзет дейді, значит, несін тұрып тұр? Массасын, иә? X грамм. Грамм беріліп тұрасына не аламыз? Эмер. Давай, тезет. Апай, нефть көміртек аз. Екеуі дұрыс. Ой, мен қателесіп жатырмын. Ничего страшного. Я 23 12. 312 ғой вообще, апай. Где? 121 емес па? 121. Калькулятор 312 емес па? Көбейту 3 бар.